Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Жаз бойы әне жабам компот, не жабам деп жүріп, сонымен жаз бітіп, жеміс-жидектер бітіп, күз келді. Дәл мен сияқтыларыңыз болса, араларыңызда әлі де үлгересіздер, кеш емес. Базардағы осындай сатылып тұрған жемістерден де компот жауып үлгерсеңіздер болады. Бос тұрған банкалардан ұят болмасын деп, балаларға қысқа рахаттанып ішкенге осындай микс компот жауып тастадым. Алдымен банкаларымызды булап аламыз. Жақсылап содамен жуып алып, қайнап сақырлап тұрған суды осылай әрқайсысына құйып, қақпағын жауып, 15 минутқа қалдырып булайтын боламыз. Бұл булаудың ең оңай тәсілі, мен бұрыннан осылай жабамын, ешқандай да атылмайды, көп уақытыңызды да алмайды. Және суымызды да қайнатып қоямыз. Бұл жерде мен қара сливамен және нектаринмен жабатын боламын. Енді базарда басқа жеміс жидектердің бәрі бітіп кеткен екен. Және менде барлығы осындай 2 литрлік банка. Әрқайсысына бірінші нектарин және сливадан 4-5 санадан осылай салып шығатын боламыз. Және мен алғаш рет апельсинмен мята қосып жасайын деп жатырмын. Жауып көрген қыздардан сұрасам, дәмі өте керемет, мохито сияқты шығады дегеннен кейін апельсиннің бір тілімін және мятадан да кішкене бөлігін қосып осылай жаптым. Апельсиннің ішіндегі дәнегі болса алып тастаңыздар, менде осындай дәнексіз түрі. Бәрін осылай жұқалап турап алып, бір-бір данадан осылай ішіне кесілгенін салып шығамыз. Және 2 литрлік банкаға 200 грамм осындай бір бокал, яғни қант салдым. Бұны енді қанты көп деп жатады кейбіреулер, бірақ бізде осы қатты тәтті болғаннан кейін қыста қайнаған судан үстіне қосып тұрып, тағы да балаларға беретін боламын. Бізге осылай жасқан ұнайды. Және қантымызды үстіне салып, ешқандай да суын қайта төгудің қажеті жоқ, ешқандай да атылмайды банкаларыңыз. Бір құйған суыңызды осылай жаба беретін боласыздар. Бұл менің бұрыннан келе жатқан тәсілім, ешқандай да қорықпасаңыздар да болады. Енді қантымызды салғаннан кейін қақпағын қойып, осылай закрывашкамен жауып алатын боламыз. Мендегі закрывашка бұны кәдімгі базардан алдым, 5000 теңге тұрады бағасы. Негізі басқа жерлерде бұдан да арзан екен, 3,5-4 мыңға табуға болады. Автомат деп аталады екен, өте керемет, бірден жабады екен. Тық етіп, бұрынғымды жауып алып, қай жерден суағып отырады деп қолмен тексеріп отырушы едім. Мына закрывашка жанның рахат екен, сіздерге де кеңес беремін. Фирмасының атын ұмытып қалдым. Енді базардан дәл осындай автомат закрывашканы сұрасаңыздар, российский береді. 6 рет айналғаннан кейін тық етіп өзі жабылатын болады. Енді барлық банкаларымызды осылай жауып шығып, міндетті түрде түбіндегі қантын әрлі-берлі осылай аударып, қанты ерігенше осылай банканы аунататын боламыз. Сонда қанты, міне көрдіңіздер ме, видеодағыдай төмен түсіп, уже судың ішінде толығымен еріп кететін болады. Дәл осылай міне компоттарымызды жауып, төмен қаратып, банкаларымызды жылы жерге бетін жауып қойып қойсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жауып көріңіздер. Баршаңыз